Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін мен өте дәмді және қарапайым алмадан дайындаған варенье рецептімен бөлісемін. Ол үшін мен пеструшка деп аталатын алманың сортын таңдадым. Неге десеңіз, пеструшка жаздық алма және өте дәмді, жұмсақ әрі балғын. Жалпы аршылмаған күйінде алманың салмағы 2 кг 900 грамм болып шықты. Алманы екіге бөліп, ортасын тазалап аламыз, және де бір бөлігін тағы екіге бөліп, жұқа тілімдерге турап аламыз. Алманы аршылмаған күйінде жұмсаймын. Сіздермен лайфхакпен бөлісе кетейін. Бұрын апам алманың вареньесін дайындағанда қазанға қанша табақ алма салған ұмытпау үшін осылай сіріңкемен есептейтін. Менде 5 табақ алма шықты, яғни 5 табақ қант салатын боламыз. Алма мен қантты әбден араластырып аламыз. Және де салқын жерге 8 немесе 10 сағатқа қойып қоямыз. Мінеки көріп тұрғандай алманың су бөлінді. Енді түбіндегі қантын әбден араластырып аламыз. Банка стерилизация жасау үшін осындай әдіс қолдандым. Және қақпақтарын ыстық сумен шайып алдым. Енді алманы газ плитаға қойып қайнатып аламыз. Қайнаған кезде алма көтеріледі. Сол кезде баяу отта пісіретін боламыз. Бірақ кейіннен массамыз басылып қалады. Арасында осылай араластырып тұрға жет. Алманың піскені және дайын болғаны түсіне қарап анықтаса болады. Алма мөлдір және әдемі болып шығады. Алманың вареньесін 1 сағаттан астам пісірдім. Алманың вареньесі дайын, банкаларға ыстық күйінде құйып аламыз. Жалпы 700 граммдық банкамен 4 банка шықты. Сіздерге көрсете кетейін, вареньенің түсі осындай әдемі болып, және дәмі балдай тәтті болып шықты. Сіздерге видео және рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.